Жамбылда ауылдың мәселесін көтерген әкімнің басы бәлеге қалды. Халықтың мұң-мұқтажын жоғарыға жеткізбек болған үшін үстінен қызметтік тексеру тағайындап, ісін тәртіптік кеңесте қарамақшы. Ол аздай Сарысу ауданының әкімі оны сотқа бермекші екен. Шындықты айтқан шенеунікті неге сонша шырылдатып жатыр? Әріптесім Дәурен Доғдырбай білетті. Жайылмада қолға қос-қос шелек ұстап арбайдаған адам көп. Құдық басына асыққан қарашадан көз сүрінеді. Ал қаз-қатар кезекке тұру мұндағы жұртқа үйреншікті жағдай. Себебі олар 10 жылдан бері тіршілік нәрін тасып ішеді. Ерте ағып қалса аламай қаламыз. Сол үшін сағат 11-ден бастап осы жерде қарауылдап отырамыз. Өшіретпен аламыз бәріміз. Шөлдеген ел тамшы су үшін кейде осылай құдық ішіне түсуге дейін барады. Тіпті тіршілік нәрін сағаттап күтеді. Үйтпеске болмайды. Өйткені ауылдағы ағайынға ауыз су жетпей қалуы мүмкін. Су келмейді. Бәріміз су жетпейді біз үйімізге. Уақытымыз 1 сағат ағат, 1 сағатта алсақ алдық, алмасақ аламай қаламыз ше. Үлгерсек үлгердік, үлгермесек қалдық. Сусыз. Ащы судан ішеміз. Денсаулығымыз кетіп жатыр мысалы қаншалықты. Ауыл әкімінің сөзінше ауыз су жүйесі тозғандықтан 4 рет жобалық сметалық құжат дайындалған. Алайда белгісіз себептермен қаржылық қолдау таппай, толық жөндеу көрмепті. 10 жылда ескі құбыр бірнеше рет жарылып, жауапты мекеме жұмысшылар жарықты жамап, уақыт өткізген екен. Осы мәселені айтып шырылдаған ауылдың басшысы, аудан бұлай тұрсын, облыс әкімінің жеке қабылдауына 4 айдан бері кіре алмаған. Менде халықтың мұң-мұқтажы болғандықтан, өзім ішінде көріп өзім ішіп отқандықтан мен амал жоқ. Мынау халыққа обал болды ғой. Неге ол қолдау таппайды? Кешегі жиналыста мысалы ауылға келді. Басына барып Астанаға жатып алса да ақшаны бөлгізетін уақыт болды ғой деген сияқты. Шындықта да ащы болса да айттық. Одан да бөлек көп 4-5 мәселе осы жайылмауында шешім таппай жатыр. Шенеунік шындықты айтқаным үшін аудан басшысы қызметтік тексеру тағайындады дейді. Енді тәртіптік жазаға тартпақшы көрінеді. Ал Сәкен Мамытов болса мені негізсіз айыптады. Сол үшін сотқа берем деп бар ойын журналистер алдында жайып салды. Бірінші кезекте берем сотқа. Әдеп бізде өкілі бар, соларға берем. Мемлекет қызметкерінің ішкі өзінің тәртіп этикасы бар. Сол бойынша жұмыс жасаймын. Шара қолданғанда ол жұмыс қызмет тексеру жұмыстары жүргізіледі. Ол енді өзінің жұмысын өзі біледі ғой. Жұмысына алдағы уақытта көреміз қызмет тексеру қорытындысымен. Ауыз судың жайы жуғарақта шешілуі екталай, себебі су мұнарасын жаңалауға 1,7 миллиард теңге қажет. Қазірде құбырдың тозу көрсеткіші 60%-ға жеткен. Қомақты қаржы биылда бөлінбесе, тұрғындар тіршілік нәрін тәулік бойы тұтына алмайды. Бәз-баяғыша суға таласып, кезекке тұруына тура келеді. Дәурен Доғдырбай, Еуразия бірінші арнасы, Жамбыл облысынан.